Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте керемет, өте дәмді тәбет ашатын салат бірге дайындайтын боламыз. Ең алдыменен етімізді алып, осылай кішкене жалпақтау етіп, жұқалау етіп турап шығамыз. Видеомды толықтай қарамас бұрын арнама жазылып, жандағы қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Барлық еттерімізді турап алдық. Енді етіміз кішкене жұмсақ болу үшін соевый соус қойып, бір шетке қалдырып қоямыз. Қиярларымызды алып, керек емес жерлерін кесіп алып тастаймыз. Формасын дәл осылай етіп турап шығамыз. Толық рецепті достар төменде описание бөліміне қалдырып кетемін. Дәл осы рецептпенен менде 2 тарелка салат шықты. Сіздер көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Келесі кезекте қызанағымызды да дәл солай ортасынан бөліп, керек емес жерлерін кесіп алып тастап, дәл осылай жарты ай формасында турап шығамыз. Редискамызды алып, дөңгелек жұқалау етіп турап аламыз. Келесі кезекте сәбізімізді алып, үккіштен өткізіп аламыз. Сарымсағымызды майдалап турап аламыз. Келесі кезекте көк пиязымызды және аскөгімізді ірілеу етіп турап аламыз. Енді сұйық майымызды ыдысымызға құйып, қызғаннан соң етімізді салып қуырып аламыз. Дәміне қарап тұз қосамыз. Суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Және аздап соя соусын қосып жібердім. Етіміз одан сайын жұмсақ, сочный болып шығады. Міне осылай дайын болды. 10 минуттай қуырып алдым. Енді дайын болған еттерімізді турап алған көкөністеріміздің үстіне салатын боламыз. Майын құймаймыз. Келесі кезекте майымызды отқа қойып қыздырып аламыз қатты. Осы аралықта дәміне қарай түрлі дәмдеуіштер қосамыз. Қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка, кристалл тұзы. Қызып тұрған майымызды енді салатымыздың үстінен құямыз. Және алдын ала турап қойған аскөктерімізді және пиязымызды салатын боламыз. Енді жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз дайын болды. Жарты сағатқа қойып қоямыз. Тұзы, бұрышы барлығы әдемі болып сіңеді. Арада уақыт өткенде салатымызды тәрелкелерге салып ұсына береміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де ас болсын, өте дәмді болып шығады және оңай жасалады. Кез келген қонақтарыңыздың көңілінен шығатыны сөзсіз және дастарханыңызға сән беріп тұрады. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді міндетті түрде білдіре кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.